Ассаламу алейкум достар. Бүгін красный бархат тортын дайындаймыз. Бөлме температурасындағы сары майды аламыз. Оған тұзымызды және құмшекерімізді салып, жақсылап көлем жағынан үлкейгенше миксерлейміз. Көлем жағына үлкейген соң біртіндеп жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырамыз. Егер де сіздер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қолдап отырсаңыздар болады. Соңғы жұмыртқамызды саламыз және миксерлейміз. Сұйық майымызды құйып, араластырамыз. Ендеше құрғақ ингредиенттерімізді араластырып аламыз. Яғни ұнға, какао, разрыхитель және содамызды салып, бір араластырып, міндетті түрде електен өткізіп аламыз. Енді айранымызға жидкий пищевой красительден бір чайный ложка салып, араластырамыз. Мен осындай топ декордың красителін қолданғанды жақсы көремін. Себебі ол үнемі қып-қызыл түс береді. Өздеріңіз көріп отырғандай қызыл түс шықты. Жұмыртқалы массамызға айранды және құрғақ ингредиенттерді біртіндеп салып отырып араластырамыз. Мен 3 мәрте салып, араластырып отырамын. Әр миксерлеген сайын осындай әдемі қызыл түс шыға береді. Міне біздің бисквитіміздің тестасы дайын. Осы тестаны екіге бөліп, диаметрі 22 сантиметрлік формаға екі бөлікке бөлеміз деп пісіріп аламыз. Егер де сізде екі форма болса,
сол екі формаға бөліп салып пісіріп алсаңыздар болады. Бірақ менде бұл форма болғандықтан бірінші бөлігін пісіріп аламын, содан соң екінші бөлігін пісіріп аламын. Яғни 180 градусқа 30-40 минутқа пешке салып қоямыз. Піскен соң міндетті түрде шпажкамен тексеріп аламыз. Біздің кожамыз дайын, жұмсақ, әдемі болып шығады. Мен оны 4 бөлікке бөліп алдым. Ыңғайлы болу үшін бетіндегі шапкасын алып тастадым. Енді біз крем істеуге кірісеміз. Ол үшін сливкиді миксердің екінші оборотымен жайлап миксерлей бастаймыз. Сәл қоюлана бастаған кезде сахарная пудрамызды саламыз. Творожный сырымызды, менде креметті бір араластырып жібереміз. Және сливкиге қосамыз. Барлығын жақсылап қоюланғанша араластырамыз. Креміміз дайын. Ендеше тортымызды жинаймыз. Ыңғайлы болу үшін кремді мен мешокқа салып аламын және осы видеодағыдай жағып шығамыз. Красный бархат тортының қождары өте нәзік болған соң, бұл ешқандай пропитканы талап етпейді. Сондықтан да қорықпай осылай істей берсеңіздер болады. Өте нәзік болған соң, қождарым видеода өздеріңіз көргендей шеті сынып кетті, бірақ ол ештеңе етпейді. Соңғы кожымызды саламыз. Бетіне кішкене крем жағып, пищевой пленкамен бетін жауып, холодильникке 1 сағатқа салқындату мақсатында қойып қоямыз. Тортты кольцодан жайлап шығарамыз. Қалған кремімізді торттың бетіне және жан жағына жағып, тортты тегістейміз. Қалған бисквиттен мен үгітіп, осындай крошкалар жасаймын және оның торттың бетіне жан жағына жағып шығамыз. Міне осындай торт шықты бізде. Ол өте әдемі және дәмді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Маралмен бірге болғандарыңызға рахмет. Егер сіздерге ұнаса, лайк басып пікір қалдырыңыздар.